Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен малинадан жасалатын вареньяның құрамымен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты рецепттермен бөлісемін. Бізге керегі 1,5 килограмм малина және де 1 килограмм қант. Малинаны жақсылап жуып аламыз және де консистенциясы біркелкі болғанға дейін блендерден өткіземіз. Блендерден өткен малинаның консистенциясы осындай біркелкі болу керек. Келесі малинаны пісіретін ыдысымызға құйып аламыз. Ыдысымыз эмалированный болғаны дұрыс. Келесі малинаның үстіне қантты салып, жақсылап осындай ағаш қасықпен араластырып аламыз. Енді малинаны орташа отта 25-30 минуттай пісіреміз. Малина қайнаған кезде бетіне осындай көпіршіктер шығады. Бұл көпіршіктерді алып тастаймыз. Өйткені бұл көпіршіктер осы малинаның қышқылы. Міне достар, көпіршікті алып тастаған кезде біздің вареньямыз осындай біркелкі болып шығуы керек. Варенья дайын болды, енді оны оттан алып, суығанын күтеміз. Келесі суыған вареньяны 1 литрлік банкаға құямыз. Достар, мен банканы буда қайнатпадым, яғни стерилизировать етпедім. Сіздер өз қалауларыңызша буда немесе духовкада ысытып, қайнатып микробтарын өлтіріп алуларыңызға болады. Мен тек қана крышкаларын ыстық суда қайнатып алдым. Келесі банкаға құйылған вареньяның бетін осылай жауып шығамыз. Егер осындай закрывашкамен жапқыларыңыз келмесе, крышкасы бұралатын банкаға құйсаңыздар болады. Міне біздің вареньямыз дайын болды. Енді бұл жабылған вареньяны қысқыға сақтауға болады. Достар, алдағы уақытта менен қызықты рецепттер күтіңіздер.